Баршаңызға сәлем достар, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгін сіздерге өте биік болып тұратын, арасы жұп-жұмсақ, өте нәзік болып шығатын оладьи дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздерге рецептіні толық айтатын боламын, сол үшін видеоны соңына дейін қарап өтіңіз. Бізге қарапайым ғана рецепт және ингредиенттеріміз де өте қарапайым. Бізге керек заттарымыз жұмыртқамыз, айранымыз, ұн, қантымыз және де ас содасы қажет. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстінен 4 ас қасық қант қосамыз. Мұны венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Дәміне қарай қантымызды қоссаңыздар болады, 4, 5, 6 ас қасық қоса берсеңіздер болады. Мен барлығының құрамын описание бөліміне жазып өтемін. Енді 1 стакан айранымызды алып, үстінен жарты шай қасық ас содасын қосамыз. Осындай араластырған кезде бізде реакция болады, айранымыз кішкене көпіршіктеніп, көпсейтін болады. Сол себепті де осындай етіп араластырып алған жөн. Енді араластырып алынған айранымызды жұмыртқамыздың үстінен құйып, мұны да венчикпен араластырып аламыз. Енді ұнымызды көлеміне қарай қосамыз. Бірдестен көп қоспаймыз ұнымызды. Осындай кішкентай ғана стаканмен қосып алдым. Ол толықтай толтырып алған жоқпын. Жартыдан сәл ғана асты ұнымыз. Осындай мөлшерде ұнымызды қосып алып, енді венчикпен араластырып аламыз. Біздің ұндарымыз түйіршік болмау керек, сол үшін 5-10 минуттай араластырып алған жөн. Бізге ұнымыз осыншалықты жеткілікті болды, мұнан артық қоспаймыз. Онда бірдестен көп қосып жіберсеңіздер қою болып кетеді, сол үшін аз-аздап қосып отырсаңыздар болады. Біздің массамыз осындай, міне тым қою емес, сұйық емес. Осындай масса болды. Енді табамызды осындай газымыздың үстіне қыздырып аламыз. Үстінен аздап қана сұйық майымызды қойып, мұны да қыздырып аламыз. Отымыздың астын жай қойып қоямыз. Енді қызып тұрған табамыздың үстінен ас қасықпенен массамызды құйып шығамыз. Арасын алыс-алыс етіп құю керек. Менде оладьидің рецептісі каналымда тағы да бар. Оны маған комментарий келген екен, арасын ашып көрсетіңіз деп. Сол себепті де мен оладьиді толық түсіріп, арасын көрсететін боламын қазір видео барысында. Сол себепті видеоны соңына дейін қарап отырыңыздар. Арасы өте нәзік, арасы жұп-жұмсақ болады. Үлпілдеп тұрады яғни.
Екі шетін осындай сарғыш түс болғанша қызартып алып пісіріп отырамыз. Біздің отымыздың асты жай болу керек. Егер қатты қойып қойсаңыздар, ол тез қызарып, арасы піспей қалуы мүмкін. Оладьиді осындай екі шетін қызартып пісіріп аламыз. Осындай топ-томпақ болады. Келесі бетіне аударған кезде біздің оладьилеріміз кішкене көтеріледі. Мен қазір ғана піскен оладьидің арасын ашып көрсететін боламын. Арасы мінекей ешқандай да шикі емес, толықтай піскен, арасы том-томпақ болып тұр, үлпілдеп тұр. Өте нәзік, жұп-жұмсақ болып тұр. Қазір ыстықтай болып тұр. Қазір менің қолымда. Беті осындай тесік болғанша кішкене күтеміз, сосын келесі бетіне аударамыз. Аударған кезде біздің оладьилеріміз кішкене томпаяды, сол кезде арасы өте жұмсақ болады, үлпілдеп тұрады. Міне екінші оладьиімізді де арасын ашып көрсететін боламын. Өте жұмсақ қана оладьи. Менде осы құраммен шамамен 20 шақты дана оладьи шықты. Біздің майымыз егер осындай таусылып жатса, кішкене аз-аздан құйып отырып пісіріп ала берсек болады. Бірден майды көп құймаймын, өйткені тым майлы болып кетеді. Сол себепті де аз-аздан арасында құйып отырамын. Ас қасықпенен осындай кішігірім етіп салып құясыздар, сонда өте әдемі көрінеді. Үлкен етіп жасамаймыз. Менің табамның асты сәл қисайған болып тұрғандықтан майы бір шетке жиналып тұр. Табамыздың асты тегіс болғаны дұрыс. Сонда бір келкі болып шығады.
Міне біздің оладьилеріміз дайын болды. Шамамен 20-22 данадай шықты. Өте нәзік, жұп-жұмсақ болып шығады арасы. Және үлпілдеп тұрады. Өте жұмсақ болды. Осы құраммен жасасаңыздар рецептпен өте дәмді әрі воздушный деп айтамыз ғой орысшалап. Сондай болып шығады. Өте керемет болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін. Арасын міне тағы да ашып көрсетіп жатырмын. Сіздерге шикі болып қалды, піспей қалады деп ойламаңыздар. Арасын толықтай ашып көрсетіп жатырмын. Егер сізге видео ұнап жатса, каналға тіркелуді ұмытпаңыз, және де ұнату белгісін баса өтіңіз. Сіз де осы рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.